Hi there! Бүгінгі сабақта adjective туралы айтатын боламын. Adjective дегеніміз сын есім, яғни қандай деген сұраққа жауап беретін зат есімдерді сипаттайтын сөздер. Adjective заттар туралы ақпарат береді. Заттардың өлшемі, size, мысалы big, үлкен, small, кішкентай, short, қысқа. Shape, пішіні, round, дөңгелек, square, шаршы, oval, сопақ. Condition, заттың жай-күйі, heavy, ауыр, cold, салқын, tidy, таза. Color, заттың түсі, green, жасыл, yellow, сары, red, қызыл. Сонымен қатар, adjectives зат туралы біреудің пікірін білдіреді. Opinion, пікірі, beautiful, әдемі, interesting, қызықты, boring, іш пыстыратын. Adjectives біреудің қалай сезініп тұрғанын да сипаттайды. Feeling, сезімі, tired, шаршаған, hungry, қарны аш, sad, көңілсіз. Мысалы, small box, кішкентай қорабындағы. Small, adjective, box, noun. Round, table, дөңгелек, стөл. Red, socks, қызыл, шұлық. Boring, book, іш пыстыратын кітап. Tired child, шаршаған бала. Ағылшын тілінде adjectives үшін екі сөйлем құрылымы бар. Біріншісі, қазақ тіліндегі сияқты ағылшын тілінде де сын есімдер зат есімдердің алдына қойылады. Adjective сын есім plus noun зат есім. Мысалы, Жанар has long hair. Long hair ұзын шаш. Long деген сын есім, hair деген зат есімнің алдында тұрады. Long hair дегенді сипаттайды. Қандай шаш? Ұзын шаш. Екінші құрылым be plus adjective. Бұл сөйлем құрылымында adjective to be етістіктерінен кейін келеді және сөйлемдегі затты сипаттайды. Мысалы, the weather is nice today. Бүгін ауа райы жақсы. Nice деген adjective is етістігінен кейін тұрады. Nice weather сөзін, яғни ауа райын сипаттап тұр. Бұл құрылымдарға тағы да мысал келтіріп көрейік. I like that black coat. Маған анау қара пальто ұнайды. Енді екінші құрылым бойынша be етістігі арқылы сөйлем құрап көрейік. That coat is black. Анау пальто қара түсте. Is етістігі black сөзінің алдында тұр. Black сөзі coat сөзін сипаттайды. Do you like Chinese food? Саған Қытай тағамы ұнайды ма? Мұндағы Chinese adjective, food, noun. This food is Chinese. Бұл тағам қытайлық. He carries heavy bags. Ол ауыр сөмкелерді алып жүреді. These bags are heavy. Мына сөмкелер ауыр. I drank cold water. Мен салқын су іштім. Drank, drink етістігінің өткен шақтағы түрі. The water was cold. Су салқын болды. Was, to be етістігі is етістігінің өткен шақтағы түрі. I see a hungry boy. Мен қарны аш баланы көріп тұрмын. Мұндағы adjective hungry, boy деген зат есімді сипаттап тұр. The boy is hungry. Ұлдың қарны аш. Бұл сөйлемде adjective hungry is етістігінен кейін тұрады да boy деген сөзді сипаттайды. Енді кішігірім практика жасап көрейік. Мына сөздерді дұрыс орналастырып сөйлем құрайық. Мысалы, мына сөздерден The story was boring деген сөйлем шығады. Әңгіме іш пыстырарлықтай болды.
He has a new car. The flowers are beautiful. The small cat is sleeping. Кішкентай мысық ұйықтап жатыр. Ағылшын тілінде сын есімдердің көпше түрі болмайды. Қазақ тіліндегіндей бір форма қолданылады. Мысалы, I have red socks деген қате. Сын есімдерге s жалғанбайды. I have red socks деген дұрыс болады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.